Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі Қазақстан тарихы сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ғұн тайпаларының бірігуі. Бүгінгі оқу мақсатымыз ғұндардың қоныс аудару бағыттарын тарихи картадан көрсету. Ежелгі мемлекеттік бірлестіктердің құрылуын түсіндіру. Зерттеу сұрағы: неге Мөде Шаню жер мемлекетінің негізі деді? Бағалау критерийлері: Қазақстан аумағында құрылған ежелгі мемлекеттік бірлестіктердің қалай құрылғанын түсінетін болады. Алғашқы мемлекеттік бірлестіктердің көрші елдермен қарым-қатынасын анықтайды. Мөде Шанюдің жер мемлекеттік негізі сөзіне талдау жасайды. Ғұндар. Біздің заманымыздан бұрынғы бірінші мыңжылдықтың ортасында Алтай, оңтүстік Сібір, шығыс Қазақстан аумағында ғұн деген атпен тайпа одағы қалыптаса бастады. Қытайлар Хунну, кейде Сюнну деп атаған бұл тайпалар халықтардың ұлы қоныс аудару дәуірінде белгілі болды. Біздің заманымызға дейінгі бірінші мыңжылдықтың ортасында Алтай, оңтүстік Сібір және шығыс Қазақстан аумағында ғұн тайпалық одағы қалыптаса бастады. Қытай деректерінде ғұн атауы Хунну деп берілген. Олар Еуразия тарихында жауынгерлік даңқымен атағы шыққан. Ғұн мемлекетінің өрлеуі Мөденің атымен байланысты. Біздің заманымыздан бұрынғы 3-ші ғасырда Мөде Қытаймен соғыста жеңіске жетіп, ғұн тайпаларының басын біріктіріп, билеуші Шанюй атанады. Оның билігі үстем болып, аспан ұлы деген атаққа ие болады. Мөде Шанюйдің билікке келуімен ғұндар жерлерін кеңейту үшін көршілес тайпаларға жорықтарын бастайды. Ғұн, Үйсін, Қаңлылар бір-бірімен көрші елдер болатын. Ал ғұндар мен Қытайдың хан династиясы арасындағы соғыс біздің заманымыздан бұрынғы 188 жылы хан династиясы әскерлерінің жеңілісімен аяқталады. Мөденің билігін мойындаған Қытай императоры ғұндарға жыл сайын алым-салық төлеп отыруға және Қытай ханшасын Мөдеге әйелдікке беруге мәжбүр болады. Ғұндар негізінен киіз үйде тұрған, бірақ қысқы тұратын үйлері де болған. Тері мен жүннен тоқылған маталардан киім киген. Бай ауқатты адамдар киімдерін жібек матадан тіккізген. Ғұндардың материалдық мәдениеті ерекше дамыған. Олар темір және қола өңдеумен қатар қыштан ыдыстар жасаумен айналысқан. Сондай-ақ ғұндарда зергерлік өнерде жақсы дамып, күміс пен алтыннан әшекей бұйымдар жасаған. Біздің заманымыздан бұрынғы бірінші мыңжылдықта ғұндарда көшпелі мал шаруашылығы жақсы дамыды. Әсіресе жылқы малын ерекше қастерлеп көбейткен. Тарихта Мөде Шанюй елі мен жерін қастерлеген тұлға ретінде таныс. Аңыз бойынша, көрші Дунху билеушісі ғұндардың жеріне сұқтанып, оны басып алудың айласын жасай бастайды. Алдымен Мөдеге елші жіберіп, сұлу әйелін беруін сұрайды. Мөде, әйелім елімнің садағасы, алсын деп әйелін береді. Дунху елшісі екінші рет келіп, аузымен құс түстеген жүйрік тұлпарын сұрайды. Мөде, тұлпарым елімнің садағасы, алсын деп атын бергізеді. Әбден асқақтаған Дунху билеушісі үшінші рет мал жанға қолайсыз жеріңді бер деген талап қояды. Осы кезде Мөде, әйелім мен тұлпарымды берсем де, өзімнің жеке меншігім болатын. Жердің иесі халық, жер халықтың игілігі. Еліме жерді Тәңір берген. Жер болса, халықта болады, мемлекетте болады. Жер мемлекетіміздің тірегі мен ырысы, құты. Оны қалай береміз деп қатты қаһарланып, Дунхуларға қарсы соғыс ашып, тас талқандарын шығарып, жеңіске жетеді. Ғұн мемлекетінің өрлеуі біздің заманымыздан бұрынғы 3-ші ғасыр Тұман Шанюдің ұлы Мөденің атымен байланысты. Тұманның тұсында ғұндар бірқатар жерлерінен айырылады. Көрші елдермен көп соғысады. Аңыздарға қарағанда Тұман Шаню әлде бір себептерге байланысты өзінің ұлы Мөдені тақ мұрагерінен айырған екен. Ғұндар көшпелі халық. Ғұндар тәңіршілдіктен ұстанып, түркі жазуын пайдаланған. Сөйлеу тілі де түркі тілі болған. Шығыста Мөде шығыс ху тайпаларын бағындырады. Ал оның құрамына шамамен алғанда Керулен және оның алқаптарында мекендеген Сямби және Ухуань тайпалары кіретін еді. Мөде
Біздің заманымыздан бұрынғы 203-202 жылдары Мөде, Саян, Алтай, жоғарғы Енисей тайпаларын бағындырып, өз мемлекетінің солтүстік шекарасын түбегейлі орнықтырды. Ғұндар біздің заманымыздан бұрынғы 3 ғасырдың соны мен біздің заманымыздан бұрынғы 2 ғасырдың басында Евразия құрлығында бірден-бір ірі мемлекетке айналды. Ғұндар бірлестігіне әртүрлі тайпалар мен этникалық саяси құрылымдар кірген. Ғұндардың мемлекеті әскери жүйе бойынша құрылып, сол, орталық, оң қанат болып 3-ке бөлінген. Ғұндардың жоғарғы билеушісі Тәңірқұт деп атаған, оны Қытай деректерінде Шанью деп атаған. Мемлекеттік Шаньюден кейінгі басты тұлғалар Түмен басты деп аталатын бекзадалар болған. Ғұндар 24 руға бөлініп, оларды осы бекзадалар биледі. Мөде батыста Юди тайпаларына қарсы жорықтар жасады. Бұл кезде қазіргі Кореядан Тибетке және шығыс Түркістаннан Хуанхенің орта ағысына дейін созылып жатқан аумақ ғұн шаньюлердің қол астына түсті. Ал солтүстікте ғұн конфедерациясына біріккен тайпалар Байкалдан арғы оңтүстік аудандарға дейін аумақты алып жатты. Деректемелерде ғұндардың Саян Алтай тайпаларына жасаған жорықтары туралы да айтылады. Шежіреші біздің заманымыздан бұрынғы 201 жылы сюннилердің солтүстікке және солтүстік-батысқа қарай жорығын жалғастырып, Сюнни, Сюши, Диндин, Юткун және Синди елдерін бағындырғанын хабарлайды. Мәтінде берілген түсініктемеде әлгі айтылған 5 елдің сюннилердің солтүстік жағында жатқаны айтылады. Ол батысында Кем, Енисей өзенінен Іле алқабына дейін созылып жатса керек. Одан кейінгі онжылдықтарда ғұн тайпаларының күшеюіне қоса, олар батыста да қызу қимыл көрсете бастайды. Біздің заманымыздан бұрынғы 377 жылы Мөде көршілеріне қарсы өз бетімен қимыл жасады деген сылтаумен өзінің батысындағы түктерді юдилерге қарсы жорыққа аттандырады. Ғұндардың атты әскерлері Чане Ганшоу ауданы маңында юдилерді жеңіліске ұшыратты. Және сонымен бірге ғұндардың қалыптасып жатқан бірлестіктерін шет аймағындағы бірнеше үлесті бағындырды. Келесі жылғы жазда бұл жөнінде Шанью лай деген. Аспанның рахымымен жауынгерлер аман, ал аттар мықты шықты. Олар юдилердің жойып, жуасытты, семсерлердің ұшына тіліп, немесе бағындырып, нығайтты. Мөде біздің заманымыздан бұрынғы 374 жылы қайтыс болады. Мөденің мұрагері Лаушан Тәңірқұты тұсында ғұн мемлекетінің құдіреті күшейді. Ғұндардың жауынгерлік құдіретіне шешкенген Цин патшалығы өзінің шекарасын қорғау үшін Ұлы Қытай қорғанын салды. Біздің заманымыздан бұрынғы 1 ғасырдың орта шеніне қарай империяға айналған ғұн мемлекеті әлсірей бастады. Біздің заманымыздан бұрынғы 1 ғасырдың ортасында ғұн мемлекеті оңтүстік және солтүстік ғұндар болып 2-ке бөлінді. Енді оқушылар тапсырма орындайық. Біздің бірінші тапсырма ой толғау. Өздеріңді Мөде Шаньюдың орнына қойып көресіңдер. Мөденің іс-әрекеттеріне баға бересіңдер. Мөденің тарихтағы маңызды тұлға екендігін анықтап, ой түйіндейсіңдер. Ал екінші тапсырмада мәтіннің бос орындарына қажетті сөздерді қоясыңдар. Бағалау критерийі мен дискриптивтермен танысып, тапсырманы орындайсыңдар. Және де бүгінгі сабаққа байланысты бүгінгі сабақта не үйренгендеріңді және де осыға дейін ғұн туралы не білдіңдер, соны және де алдағы уақытта не білгілерің келеді, соның бәрін қағаз бетіне түсіреміз. Осымен сабағымыз аяқталды.